Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Әр пән мұғаліміне қажетті өте керемет бір платформамен таныстырып өтетін боламын. Яғни ол платформа Corniz деп аталады. Осы сайттың сілтемесін осы видеоның астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерге кіріп, тіркеліп, осы сайтты сабақтарыңызда қолдансаңыздар болады. Бұл платформа көмегімен тақырыпқа сәйкес 3D модельдерді сабақтарыңызда көрсете аласыздар. Бұл сайтты қолдану үшін сіз міндетті түрде тіркелуіңіз қажет. Тіркелу үшін өзіңіздің Google аккаунтыңыз бойынша тіркеліп алсаңыздар болады. Енді 3D үлгілерді сабақтарда қолдану үшін жоғары жағында 3 сызық бар. Соны бассаңыздар, қараңыздар. 3D үлгілері кітапханасы ашылады. Осы жерден сабақтарыңызға керекті 3D үлгілерін көрсете аласыздар. Қараңыздар, физика сабағын ашып көрейік. Қараңыздар, өте көптеген тақырыптардың 3D модель үлгілері бар. Үстіне басу арқылы сабақтарыңызда көрсете аласыздар. Неке қазір біреуін көретін боламыз. Мінекей, бізде 3D үлгіміз ашылды. Енді мынадай толық модель дейді. Астында әртүрлі бөлімдер бар, қараңыздар. Әр бөлімнің үстінен бассаңыздар, жеке-жеке көрсетіп шығатын болады. Мінекей сымдарды бассаңыз, осылай сымдарды көрсетіп шығады. Мышканың көмегімен жақындатып, алыстатып, сонымен қатар осылай қозғалту арқылы көрсетсеңіздер болады. Қуат көзі дейді мінекей. Келесі катод дейді. Осылай сабақтарыңызда қолданып көрсеңіздер өте қызықты. Енді қазір тағында бір пәнді қолданып көрейік. Адам биологиясы. Неке биология пәніне де арналған өте көптеген 3D модель үлгілері бар. Кез келген тақырыпқа байланысты. Бұл пән мұғалімдер үшін өте керемет көрнекілік деп есептеймін. Қараңыздар, енді қазір осы жерден бір кез келген 3D үлгісін ашатын боламыз. Қараңыздар, сілекей бездері дейді. Бұл жерде де бөлімдерге бөлінген. Әр жаңағы бөлімнің үстінен бассаңыздар, осылай жеке көрсетіп шығатын болады. Және мышканың көмегімен осылай жақындатып, алыстатып көрсетуге болады. Төменгі жақ сүйек асты безі. Сабақтарыңызда міндетті түрде қолданып көріңіздер. Осы видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісе отыратын боламын. Және осындай пайдалы ақпараттарды өздеріңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар.